Жарим рис до полуготовности. Жартылай пісіреміз. Жартылай ғана пісіреміз. Ол жететін ризалайық. Жаба саламыз. Жуам. Мелкорица. Әңгіме айтыңыздар. Мен әңгіме айтайын сіздерге. Бүгін не істедім мен? Таңертең тұрғасын баламыз екеуміз далаға шығып келдік. Погуляли. Самокат тепті балам. В общем, ойнап келдік. Басқа ештеңе бітірген жоқпыз. Қазір үлкен әпкем қонаққа келеді. Мен сухарь хасиб жасап жатырмын. Мынау фарш, майлы фарш. Қылашы, жуа қылашы еді. Майлы фарш, сиыр еті. Жуа қосамыз. Шала піскен күріш. Көп сияқты жарайды алып қойық жарсын. Не осыны араластырамыз. Суы тұрсын, күріш. Осы жетеді деп ойлаймын. Қара бұрыш. Бұл да жетеді деп ойлаймын. Енді осыны араластырамыз. Шәлкеге байлайық, сондан қайла. Атсын тарлау, я? Ничего. Әдемілеп араластырамыз. Жеткілікті. Енді қамырды жаямыз. Боже мой. Господи. Дөңгелек ағаш. Бұған біз қамыр жайдауымыз. Жартысы қараңыздар. Су, ұн болды. Қаплауғы биледім. Көрем енді. Қанған сияқты. Осыны кәдімгі етке жайғандай жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жаямыз. Мынау бұрыш жаңа қолдан жуып жатқан. Нан қатты, мен обычно жүріп жұмсақ етем, бірақ жұмсақ етсем наның езіліп кетеді. Жарайды, сіздер іштеріңіз пісіп кетер, жайып болғасын көрсетем. Шамам жеткенше жұқа етіп жайдым. Бұдан жұқа етуге білмеймін, жыртылып кете ма деп қорқасың. Вот. Енді осыны мантыға кескенде етіп кесеміз. Бірақ сәл үлкендеу болады, сәл ғана. Мұндай кубики. Дарам. Көріп тұрсыздар ғой. Қараңыздар, жараңыздар. Так. Мантыға кескенде етіп кестім. Квадратики. Қалыңдау болса бетіп созып жүйруге болады. Мен сіздерге қалай екен, маған ең қиыны нан жаю. Нан жаю, нан су жағынан мен мастер емеспін. Мынау қалыңдауын салып, созып жібереміз. Как фарш салған кезде. Мынау жұқа. Сәл қалыңдау. Қалыңдау болса, бетіп созып жібереміз.
Бірде өте жұқа етіп жыртылып қалған, асты жабысып. Былай қоямыз ромбик. Мантыда былай қоямыз ғой, былай ромбик етіп қоямыз. Қазір фаршымызды шетіне саламыз. Қағаз кірсе, сопақша етіп басамыз. Сосын былай бұрышына қоямыз ғой, былай тіке болу керек. Былай емес, былай тіке жабылу керек та. Былай ораймыз. Бөпені орағандай ораймыз. Мінеки болды. Шағын болып шықты. Тағы бірін көрсетейін, үлкенірек екен. Шеттер, ойбай. Шеттер қалыңдау. Бұған көбірек саламыз. Мінеки былай. Май ештеңе жақпаймын аға. Біреулер май жағып жатады. Егер ет майлы болмаса, онда май жағып болады. Менің ет майлы, мына жерде, сондықтан май жақпаймын. Аккуратненько, красивенько. Вот. Мысалы бұрышына қоямыз, сопақша етіп. Үшіншісін көрсетіп жатырмын. Сосын арқырай жасай беремін. Дайын болғанда мен осылай. Енді етті білесіздер, көбірек саласыздар ма, орташа етіп саласыздар ма, аз саласыздар ма. Мен мына жер түп-түзу болу керек. Сосын былай ораймыз. Болды. Түсінікті ма? Төрт құбыламыз түгел болсын деп, төртіншісін көрсетіп жіберейін. Неге сопақша етіп жаямыз, еш қиындығы жоқ. Былай. Мына жағын қайра саламыз, түп-түзу етіп. Сосын ораймыз. Мінеки. Ет көбірек болып кетті, мінеки шығып тұр. Түсіндіңіздер, е? Так, міне жасап болдым. Менде мынандай қолдан жасалған мантница. Бір кастрюль шағын. Соның ішіне саласың. Міне суға батпай тұрады. 2-3. Бұны жасаған менің әкем. 95 жылдары біз қалаға кеткенде оқуға манты жеп жүрсін деп қолдан жасап берді. Ол кезде кризис, білесіздер. Недомантоварки было, да? Ақша жоқ кез. Бізде мінеки папам бізге жасап берген. Жатақханада кәдімгідей қолданатынбыз. Вот. Құдайға шүкір, міне андай үлкен мантница бар. Кәр көрсетейін сіздерге. Мінеки тұр үлкен мантница Викалинаның. Үлкен мантница тұр. Бірақ мен оны қолданғым келмейді. Өйткені ол үлкен, ыңғайсыз. Ал мынау шағын біздің отбасымызға. Және бұған піскен манты да өте дәмді болып шығады. Сенесіздер ме? Анау дүкендікінен өзіме солай көрінеді. Между прочим, бәрі солай айтады. Сұйықмай құямыз, мінеки. Жетеді осы. Паприка, қызыл паприканы қосамыз. Боялу керек қой. Паприканың былай тым дәмі жоқ, бірақ әдемі цвет береді. Жарайды, осыдан мына жерге жаға салып ортасына. Манты деймін. Мынау пешкаларды қойып шығамыз. Мінеки қойып шықтым. Енді жаңаға майлы бұл өзі, бірақ сонда да кішкене ғана беті құрғақ болып тұрады ғой бәрібір. Сонда осылай шұқалап май жағамыз, шылқытпай ғана. Цветі әдемі болады, цветі. Дәмі де кішкене кіретін сияқты. Осылай жағып шықты. Енді бұдан сухой болса білмеймін енді, қыздар. Айтып отырмын, бұған піскен манты болсын, не болсын. Өте дәмді болып шығады.
Әкемнің көзі ғой. Әкем өмірден өтті. Біреу осы мантынсаны көріп. Не позорилась бы, деді. Мен айтам, позор это вам. Это вы стесняетесь своего отца. Это мне сделал мой отец в 90-х годах. Я этим горжусь. Чей отец вот так дочери делал матницу? Скажите мне. Кто? Таким отцом надо гордиться. Үштабақ осы. Қараңыздар, дәл жетті. Дәл. Міне барлығы жетті. Қараңыздаршы. Мамам айтушы еді осылай дәл жеткен кезде ұн болсын, қамыр болсын, ет болсын, барлығы дәл жеткенде өтірік жемес екенсің дейтін. Подлива ештеңе керек емес, андай майлы подлива, өйткені бұл өте майлы. Оның үстіне бетіне қараңыздар, май жағып жатырмыз. Бұған тек қана, знаете, огонек, сондайлар келеді, аджик, огонек. Ал андай подлива былшылдатып, майға пісіріп керек емес. Так, суымыз қайнады. Қараңыздаршы, қалай күшті ойлап тапқан папам. Айналып өлмейсің ба осындай әкеден. Қараңыздар, 90 жылдары общежитияда оқып жүргенде манты жейсің деп әкемнің бізге жасап берген. 40-45 минут пісіреміз. Қараңыздаршы қандай. Шап-шағын. Өзімізге жетеді, тоямыз. 4 адам осыған. Мынау үлкен енді бар ғой. 28 диаметр. Жоқ. Қонақ шақырғанда можно мынау үлкенге пісіруге. Ал өзімізге мынау жетеді. Все, піскесін көрсетем. Менімен бірге болыңыздар, лайк қойыңыздар, жазылыңыздар. Мен сіздерге қызықты әңгімелер айтатын боламын. 45 минуттай өтті, сөндіреміз. Қане көрейік. Вау, қараңыздар. Қараңыздар, жараңыздар. Қазір аламыз. Қараңыздар, қара оңай алынады. Еш жабыспаған. Өйткені мен қамырын қаттырақ еледім, май жақтым дегенде. Саламыз, кейде жабысып қалғанда. Осындай силиконовый лопаткамен алсаңыздар, өте ыңғайлы екен. Жыртылмайды. Бір табағын жеп алайық. Көрдіңіздер ме, асты еш жыртылмаған. Осыны ыстықтай жеп аламыз. Ортасымыз сәл ашып қояйық. Мынау бізде огонек помидордан жасалған. Помидор, чеснок және ащы бұрыш. Қазір жеміз. Арлан, жүр тамақ ішеміз. Ұлым шақырып жатырмын. Шулап атқан мектеп оқушылар ғой. Қараңыздар. Аузың үйрет. Что сочно. Просто
прелесть. Ас болсын. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать, қыздар. Это просто прелесть. Просто вкуснотень. Приходите в гости, я вас угощу. Но для этого вы должны подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Вот. Қонаққа келіңіздер, мен сіздерге осындай хамер қазір пісіріп беремін. Ол үшін не істеу керек? Жазыласыздар. Подписка. Комментарий қалдырасыздар. Видеоның соңына дейін қарайсыздар. Ну, в принципе, видеоның соңына дейін қарадыңыздар ғой. Егер естіп отырсаңыздар. Вот. Сосын күндердің күнінде Құдай бұйыртқан бір күні мен сіздерді қонаққа шақырамын. Өте дәмді жасап көріңіздер. Өте дәмді. Бұл өзбек ағайындардың тамағы екен, тағамы. Өзбекстанға барсам, қыдырып. Міндетті түрде хамер хасиб жейтін боламын. Көрем сосын. Олардікі менікінен дәмді ме. Қараңыздар, майлы. Вкуснятина. Все? Давайте, сау болыңыздар.